Сәлемет жақсыздар ма, қадірменді көрермендер. Халық арнасында рухани жаңғыру сұраныс бағдарламасы. Бүгінгі тақырыбымыз 2019 жыл жастар жылы деген тақырып. Міне осыған орай біз өзіміздің дәстүрімізді бұзып, бүгінгі студиямызға ғалымдар емес, қайраткерлер емес, осы жастар жылына байланысты жастарды шақырып отырмыз. Сонымен студия қонақтары Айнұр Мақсатқызы Қосыбекова. Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің филология факультетінің бірінші курс студенті. Ақсұңқар Әлмахан. Бұл азаматта Айнұрмен бірге оқиды. Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің филология факультетінің бірінші курс студенті. Міне, жастар жылына байланысты осы екі жас азамат бүгін әңгімені сіздерге айтпақ. Қадірменді көрермендер, жастар дегеніміз бір үлкен әлеуметтік топ. Ол жастардың қатарына 19 жас пен 29 жастағы арасындағы азаматтардың барлығы кіреді. Қазақстан халқының 1/3 бөлігі жастар. Ал енді осы жастардың көңіл күйі қандай, жастардың ойлайтын ойлары қандай, жастардың арман мақсаттары қандай, жалпы Қазақстан жастарының бүгінгі әлеуметтік болмысы қандай, оларды қандай мәселелер толғантады, қандай мәселені армандайды жастар, қандай қиыншылықтар мен мәселелері шешілмей отыр жастардың, қоғам, билік жастарға қандай саясат жүргізу керек. Міне осы мәселелер төңірегінде болмақ. Әрбір адам жас болған, әрбір отбасында жастар бар. Сондықтан бүгінгі тақырыптың мәселесі Қазақстанның әрбір отбасына, қазақтың әрбір отбасына қатысты ғой деп ойлаймыз. Сонымен Айнұр, әңгімені өзіңнен бастасам, айналайын. Міне, жастар, қазіргі жастар, осы Қазақстан жастарының әлеуметтік бейнесі қандай, жастар әлеуметтік топ ретінде қазір қандай орын алып отыр, неге елбасы 2019 жылды жастар жылы деп айтып отыр. Осыған байланысты әңгімені өзің бастасаң. Жастар дегеніміз ол менің қазіргі қатарлас студент достарым, қатарластарым. Бүгінде өзіңіз айтып өткендей, қазақстандық жастар елдің 30%-ын құрайды. Қазіргі таңда елбасымыз айтып кеткендей, биылғы жылды жастар жылы деп, біздің потенциалдық деңгейімізді көтеру мақсатында, болашақ елімізге адал қызмет ету мақсатында биыл бір серпіліс берді барлығымызға жастар жылы деп. Барша қазақстандық жастарды жастар жылымен құттықтаймын шын жүректен. Биылғы жылда көптеген табысты, жемісті жыл болады деген ойдамын. Енді жастар дегенде бұл жастар өзіңіз айтып өткендей елдің болашағы, бейнесі. Интеллектуалды жастар көп болса, еліміздің мәдениеті де, өркениеті де дамиды деген ойдамын. Негізі жастардың иммунитеті қаншалықты жоғары болса, мемлекеттің де иммунитеті соншалықты жоғары болады дегім келеді. Абылайхан атамыз айтады ғой, білекке сенер заманда ешкімге есе бермедік, білімге сенер заманда қапы қалып жүрмелік дейді. Енді қазіргі таңда технократтық дәуірге қадам басып отырмыз, барлық жүйе цифрландырылмақшы. Енді сондай уақытта жастардың білімі, жастардың әлеуеті қоғам өмірінде ең басты орынды алады. Сол себептен осы бастан біздің елбасымыздың өзінің басты талабы білім ғой. Сол себептен біздің жастарымыз білімді болса, біздің кейін керегеміз кең болады, шаңырағым шайқалмайды деп ойлаймын. Егер біздің жастарымыз мықты болса, онда біздің еліміз де мықты болады. Ал енді осы Қазақстан жастарының қандай ерекшеліктері бар деп ойлайсыздар? Әлемде жастар көп қой. Американ жастары бар, Қытай жастары бар, орыс жастары бар, көршілес қырғыз, өзбек жастары бар. Осы қазақ жастарының бүгінгі болмысы қандай? Қандай ерекшеліктері бар? Студенттік жастар бар, жұмысшы жастар бар біздің елімізде, оқушы жастар бар, жасөспірімдер бар, үйленген жастар бар, бойдақ жастар бар. Міне жастардың өзінің мынау әлеуметтік топ ретінде олар көп жақты, көп қырлы ғой. Айнұр? Жастар саясаты жөніндегі заң бойынша өзіңіз білетіндей, жастардың тобын 14 жас пен 29 жас аралығын қамтиды. Енді 14 жас пен 29 жас нағыз жастық шақтың кезеңі емес пе? Бұл кезеңде әрине жастық шақ, бұл болашақ жөніндегі үлкен армандар,
бұл болашақ атаулының басталуы. Жас деген сөздің өзі әрине тәжірибесіз, енді ғана қадам басқан, бұл сүріну, қайта тұру, алдыға қарай ұмтылу, тәжірибе жинақтау, осы сөздің өзіне үңілетін болсақ. Енді өзіңіз айтып өткендей, қазақ жастарының бойында қандай ерекшеліктер бар дейсіз ғой. Ең бірінші мен айтқым келеді, қазақ жастарының бойында қабілетті жастар өте көп. Өйткені қазақ халқы өте қабілетті әрі тереңнен ойлай білетін халық қой, бұл біздің қанымызда бар. Осы қабілеттілігін көрсетіп, интеллектуалды деңгейін көрсетіп жүрген жастар қазір өте көп. Спорттық саланы алатын болсақ та, мәдениет саласын алатын болсақ та, білім саласын алатын болсақ та, ешқандай мемлекеттегі жастардан кем емес, асып түспесе. Оны қазір әлемдік аренада дәлелдеп жүрген жастарымыз көгілдір экраннан. Осы жақында жастар жылы аясында форум өткізілген болатын. Сонда көптеген жастарымыз, бизнеске құштар жастарымыз, өнер мен мәдениетке құштар жастарымыз 100 жаңа есім жобасында көрсеткен болатын. Міне, жастардың интеллектуалды деңгейге қол созып жатқанын көруге болады. Біз интеллектуалды деңгей деген кезде көбіне білімділік деңгейді айтамыз. Бұл қазіргі заманда қате пікір деген ойдамын. Өйткені интеллектуалды деңгейдің астарында тек қана білім емес, қазіргі заманда сын критерийлер, пікірлер өзгерген. Бұл рухани мәдениетті жатқызуға болады. Бұл дүние танымы, санасының, ойының ашықтығы, ішкі мәдениетін жатқызуға болады. Жаңашылдық, қазір өзіңіз білетіндей, жаңаша өрілген заманда жастар үшін интеллектуалдылыққа қол созу үшін барлық тетіктер қарастырылған. Білім қазір қол жетімді. Алаш зиялыларының өздері, өзіміз білеміз тарихтан, Әлихан Бөкейханов, Ахмет Байтұрсынов секілді қауымның барлығы да бірден алаш зиялы болған жоқ қой. Олар да ең алдымен өзінің еліне, ұлтына жаны ашитын ақсүйектердің арқасында шетел асып, білім алып, қазақтың қайтсек те өз тағдырын өзі шешетін жағдайға жеткіземіз деген идеология оларды біріктірген болатын. Ал қазір бізді біріктіріп жатқан идеология ол рухани жаңғыру. Яғни рухани жаңғыру дегеніміз, біз өрлеуді, елбасымыз айтпақшы, өмірінің өзегі еткен халықпыз. Бұл ойымыз бен санамыз үнемі жаңғырып, сабақтасып отыру қажет деген ойдамын мен. Және елбасының осы саясатын өте қолдаймын. Рухани жаңғыруға мен өзім біз оқу орнында осы елбасының осы жолдауын талқылаған болатынбыз, рухани жаңғыру жолдауын. Оның ішіндегі ең қатты ұнағаны сапалы білім және сананың ашықтығы дейді. Сананың ашықтығы ол қалай болады? Біз елде үкімет қазір екі тарапқа бөлінген шығар. Мына ағылшын тілі, өз ана тілін білмей жатып, өзге тілді біліп не қажет деген сауалдар туып жатыр ғой. Міне мен айтқым келеді, егер біз тереземізді жауып, есігімізді кілттеп алып, тек қана қазақ тілімен шектелетін болсақ, онда біз әлемдік аренаға қалай шығамыз? 30 елдің қатарынан өзіміздің мемлекетімізді қалай көтереміз деген сұрақ туындайды. Мысалы, ағылшын тілін білсек, тіпті ақпараттың өзін, негізі түп тамырын біз ютубтан алғанның өзінде ағылшын тілінде берілген, иә? Ал егер ағылшын тілін біздің жастар білмесе, ол ақпаратты қалай аламыз? IT технологияларын қалай игереміз? Тіпті сайып келгенде қазір әлемде 4-ші революция басталды. 100 жаңа оқулық шыққан оның өзінің түп тамырына үңіліп қарайтын болсақ, мысалы Жүсіпбек Аймауытов, Ахмет Байтұрсыновтың барлығы аударма ісімен айналысқан. Яғни қазақ балалары осындай болу керек деп, орыс тілінде жазылған, шет тілінде жазылған ақпараттың бұлағын бізге қазақ тіліне аударған болатын. Яғни есігімізді ашып, шетелден білімді бізге әкеліп алдымызға берген. Сондықтан қазақ тілімен оның мәртебесі біздің өзіміздің ана тіліміз, ол жүрегімізде. Оны бізден ешкім тартып ала алмайды. Ол әрбір отбасыдан басталады. Білімді болған дұрыс, жастарымыздың білімді деңгейде, өте жоғары деңгейде болғаны өте дұрыс. Мен Айнұрдың сөзіне келсем, алайда барлығын білімге тіреп қойды дұрыс емес сияқты. Неге десеңіз, ұлтқа қызмет ету білімнен емес, мінезден дейді. Яғни біздің жастарымыздың ең бір қасиеті ол мінезді болуы керек сияқты. Біздің жастарымыздан ол мінезде табылады. Жаңағы айтып жатырмыз, жастарымыздың қандай ерекшеліктері бар. Біздің жастарымыз тек қана қабілетті емес, сонымен қатар мінезді жастарымыз да бар. Өзінің айтқанын айтып, істегенін істей алатын жастарымыз да бар. Сол себептен сондай жастарға қолдау көрсетілген.
біздің елімізде біз оған әрине шүкір дейміз. Себебі басқа елдермен салыстырмалы түрде біздің жастардың жағдайы әлдеқайда жақсырақ. Кітапхана бар, тіптен жаңағы 100 жаңа оқулықты қазақ тіліне, ағылшын тілінен тікелей қазақ тіліне аударып жатыр. Бұл өте игі бастама болды. Себебі біз әлемнің мәселен қате аударылған тұстарды біз енді сапалы түрде оқитын болдық. Бұл біз үшін үлкен жетістік деп білемін. Сол себептен елбасымыздың ұстанған саясатын қолдай отырып, оған біз оның жұмыс жасауына, оның өркендеуіне біз секілді жастар үлкен үлес қосады деп ойлаймын. Және ондай жастарымыз да аз емес. Сонымен қатар өзіңмен салыстыруға болатын жалғыз адам өткен шақтағы өзіңіз дейді Сигмунд Фрейд. Сол себептен біз өткенде қандай едік, бүгін қандаймыз деген сұраққа жауап беретін болсақ, өткенімізден бүгініміз жақсырақ. Демек, болашағымыз да біздің өте бір кемел, келешегіміз өте бір өркениетті болады деп сенемін. Сол себептен біз секілді жастарға сенім артып, біздің қолымызға, біздің мойнымызға жұмыс тапсырған өте дұрыс шешім болар еді. Жақсы. Ал енді сіздер айтып жатқанның бәріне қосылуға болады. Айтып жатқандарыңыздың бәрі дұрыс. Ал енді бірақ та осы барлық мәселелер шешілген бе жастарда? Мен сіздерге сұрақ қойып отырмын. Қазақстанның жастарының ерекшеліктері қандай? Қандай мәселелер сіздерді толғандырады? Әлі толғандыратын жастардың мәселе жоқ па? Қалай ойлайсыздар? Алдағы уақыттарда әрине барлық жасты бәрін бірдей жатақханамен қамтамасыз етіп қою әсте мүмкін емес. Себебі білім іздеген жастар өте көп. Иә. Олардың барлығына орын дайындау, және жатақхана бөлу қазір енді көтермей отырышына керек. Алдағы уақытта салынады деп жатыр ғой енді. Ал енді стипендияны өсіру керек пе? Қалай ойлайсыздар? Әрине өскені. Қанша стипендия алғаның жөн болар сендер? 20-30-ға жуық, 30 мыңға жуық стипендия ол қазіргі заманмен жетіп қалады деген ойдамын, бірақ әрине 30 мың аз емес пе басыңа? Стипендия. Мүмкін 50 мың стипендия алсаң жақсы шығар. Мен өзім ойлаймын, әр студентке 50 мың стипендия берген жөн ғой. Магистранттарға 130 мың, докторанттарға 200 мыңға жуық алған жөн ғой деп ойлаймын. Қалай ойлайсыздар осыған? Әрине, енді ол да дұрыс шығар, десе де біз мемлекетпен де санасуымыз керек сияқты. Өйткені маған стипендия бер дейтін болса, бір ғана университеттің өзінде 5 мың, 7 мыңға дейін студент оқиды. Оның ішінде грантта оқитындардың саны тең жартысы болуы мүмкін. Бәлкім ол 3,5 мың студентке ай сайын жаңағыдай 50 мыңның көлемінде стипендия тағайындайтын болса, онда енді мемлекеттің қазынасына да біраз шығын әкелуі мүмкін. Енді біз оны білмейміз нақты. Әсіресе ауылдан келген балалар қосымша жұмыс істейді. Бұл үлкен ауыртпашы сөз. Біріншіден денсаулықтарына, тамаққа тоймайды, ұйқылары қанбайды. Одан кейін дұрыс тамақ ішпегеннен түрлі асқазан ауруларына ұшырайды. Осының барлығы жастардың үлкен проблемасы. Бұл деген мысалы біз енді ғалым болғаннан кейін осылардың бәрін зерттеп, жастар немен айналысып жатыр. Мысалы мен де 40 жыл университетте сабақ берген профессормын. 40 жыл. Бұл аз ғұмыр емес, өмір бақи жастармен бірге жұмыс істеп келе жатырмын. Ал енді тағы да осы сіз айттыңыз, Айнұр, қызым, мемлекеттік жастар саясаты. Мемлекеттік жастар саясаты. Концепция жасалынған, жастар саясатының тұжырымдамасы жасалынған. Осы жастар саясатының негізгі бағдарлары туралы не айтасың? Жастар саясатының негізгі бағдарламасына тоқталмастан бұрын бізде мемлекетіміздің өзі жас мемлекет. Яғни осыған қарап білуге болады жастар саясатының да енді ғана қадам басып келе жатқанын. Бұл да өте жас бағыттардың бірі жастар саясаты. Әлемде жастар саясатына байланысты екі модель бар. Оның бірі еуропалық модель. Бұл модель көбіне мемлекет өзі жастарға билікті тізгінін бермей, өзі қадағалап отырады. Ал екінші модель керісінше американдық модель. Бұл жастарды өзінің еркіндігін беріп, мемлекет араласпайды. Ал Қазақстан үшін қайсы тиімді дейтін сауал туындайтын болса, Жапония мемлекеті секілді мүмкін ұштастырған дұрыс па деп ойлаймын. Бір жағынан тізгінді мемлекет тартып отырса, екінші жағынан жастар да өзінің ойын, пікірін қосып, бағыт-бағдарларды жүзеге асырып отырса, өте тамаша жетістіктерге қол жеткіземіз деген ойдамын. Жастар саясатына тоқталатын болсақ, бұның бағыттары қандай?
2004 жылы барлығымыз білеміз, жастар саясаты туралы заң қабылданды. Қазір сол заңның жүзінде қаншалықты заңның тармақтары орындалып жатыр деген сұрақ туындайды. Жастар жылы аясында түрлі жастар ресурстық орталығы, жастарды қолдау әртүрлі бағдарламалар, тетіктер шығып жатыр, құрастырылып жатыр. Әртүрлі реформалар мемлекет тарапынан жастар үшін ұсынылып жатыр. Ең бірінші жаңа мен айтып өттім ғой, расымен де бізде сапалы білім алуға, жоғары оқу орындарында оқуға, шетелдерде білім алуға барлық жағдай жасалған жастарға. Бірнеше тілді білсеңіз, ол сіздің конкурстан, яғни байқаудан жақсы өтуіңізге ол мүмкіндік береді, және ізденіс аймағы дейді ғой. Негізінен осы жастарды көбіне ізденіс аймағына енгізген дұрыс деп ойлаймын. Ізденіс бұл сананың ашықтығына әкеледі, ақпарат алмасуға алып келеді, таным көкжиегінің кең болуына алып келеді. Яғни әлемнің озық тәжірибелерін өзімізбен байланыстыра отырып, жоғары оқу орындарында өте жақсы білім алып, кейін жақсы маман болып қалыптасуға бұл түрткі болады деген ойдамын. Жастар арасында шығармашылық жағынан да, салауатты өмір салтын қолдау жөнінен де әртүрлі бағдарламалар бар. Тіпті ертең өзімде уайымдап отырамын, әрине жоғары оқу орнын бітіргеннен кейін қаншалықты мен жұмысқа орналаса аламын деген сұрақ туындайды. Соңғы жаңа оқулық кітабында 4-ші революциялық индустрия дейтін аударылған кітапты өзім оқып шыққанмын. 4-ші индустриялық революцияны оқып шыққанда қазіргі таңдағы көптеген кәсіптердің мамандықтардың жойылып кетуі нақты көрсетілген. Ертең мысалы менің оқып жатқан мамандығым бұл сұранысқа ие бола ма деген сұрақ туындайды. Мен өзім ойлаймын, қазақ тілі мен әдебиетінің мұғалімі әрқашан Қазақстанда сұранысқа ие болады. Сондықтан сіздерге ондай қауіп жоқ екеуіңізге. Қазақ филологиясындасыздар ғой. Жастар болғандықтан әрине тек қана өзіміздің жағдайымызды ойлап емес, басқа да жастардың жағдайын ойлап түгендеп отырамыз ғой. Сол үшін айтып жатырмын. Қазақстандық жастар міндетті түрде осы оқулықты оқу керек, және болашақта қандай мамандықтар сұранысқа ие екенін, осының ара-жігін ажыратып, сол мамандықтарды игеру керек деп айтқым келеді. Әсіресе IT технологиясын игерген өте тиімді ма деп ойлап қалдым. Автоматтандыру, робототехника, осының өзі қазір мектеп жасынан ақ қолға алынып жатыр, мектептерге де енгізіліп жатыр бұл. Яғни жастар саясатының осы орайда ұштастырып өткім келеді. Егер IT технологиясын, робототехниканы, автоматтандыруды біліп, игеріп шықса, онда өте жоғары дәрежеде болады дегім келеді. Бірақ осы тұста бір ескеретін жағдай, өзіңіз ойлаңызшы, тап қазіргі 1-2 жылдықтың ішінде қазақстандық жастар IT технологиясын игеріп әлемдік аренаға, яғни Жапония, Германия секілді әлемдік гиганттарды ойлап тапқан мемлекеттің алдына шығып кету мүмкін бе деген сұрақ туындайды. Әрине оның жауабын барлығымыз білеміз, ол жоқ, уақыт еншісінде деген сұрақтардың саясына келеді. Өйткені бізде Оксфорд, Гарвард секілді, Сканвард секілді базалық жағынан мықты университеттер қазір жоқ. Яғни біз жоқ, оны сенімді түрде айта аламын. Өйткені сондықтан да қазақстандық жастардың шетел асып, тәжірибе жинақтау мақсатында шетелдік жоғары оқу орындарына түсіп жатқан себебінің осы, бірден бір себебі осы. Сіз болашақ бағдарламасын кереметтей қуаттайсыз ғой жағынан. Әрине, болашақ бағдарламасын қолдаймын. Өйткені шетелдегі озық тәжірибені игеріп, Қазақстанға әкеліп, оны іске асыру, ол өз жемісін береді деп айтқым келеді. Өйткені айтып тұрмын ғой, білімге қаншалықты инвестиция салсақ, ертең міндетті түрде жастар қайтарымын береді деп айтқым келеді. Ол міндетті түрде елдің игілігі үшін жасалатын дүние. Мысалы, менің өзім мен ешқашан бас тартпас едім болашақ бағдарламасы бойынша шетелден білім алып келуге, бірақ бұл жерде қазақстандық мамандардың дәрежесі төмен дегенді білдірмейді. Бұл тәжірибе орталықтарының бізде жоқ екендігін білдіреді. Яғни біздер тәжірибе орталықтарын ашу қажет бізде. Көптеген мысалы IT технологиясын зерттейтін, мысалы ми жүйесін, ми қабаттарын зерттейтін орталық бар ма бізде қазір? Міне жоқ. Жастардың қазір IQ-і мысалы өте жоғары
дәрежені талап етеді. Робототехниканы игеру үшін, автоматтандыруды игеру үшін жастардың міндетті түрде интеллектуалдық деңгейі өте жоғары болу қажет. Соны дамытатын бізде айтып көрсететін мысалы қандай орталықтар бар? Не осындай орталықтар ашылса, нұр үстіне нұр болады деп айтқым келеді. Ал шығармашылық жағына келетін болсақ, жастардың осы жастар саясаты жөнінде шығармашылық жағынан жастарды өте жоғары дәрежеде деп айтуға болады. Оны өзіміз көгілдір экраннан көріп жүрміз. Менің өзімнің жерлесім Димаш Құдайбергеновті мысалға келтіріп өткім келеді. Бизнес жағынан да бір қуантарлық жағдай, жастар саясатында көрсетіп өткендей бизнесті өте жақсы қолдайды. Қазір жастардың 50%-нан жоғарысы бизнеске құштар. Ақшаны қалай табу керектігін, бұны құрал ретінде өзіне қалай ыңғайластыруға болатынын, қаржылық сауаттылықты игеру жөнінде жастар сұранысқа ие. Яғни қазір жастар қандай кітаптарды оқиды деп айтатын болсақ, әрине кітап сөрелерінде ең алдымен психологиялық және бизнеске қатысты кітаптар тез өтіп кететін. Ол жастардың емес. Яғни жастардың ең бастысы, жаңағы ең құнды нәрсе ол миы дейміз ғой. Осы миын жастар немен толықтырып жатыр, немен қоректендіріп жатыр десек, ол қазір шын тоятына келгенде бизнеске, яғни кәсіпкерлікке қатысты кітаптарды оқып толтырып жатқаны ол жасырын емес. Жастар қазір бизнесті жақсы көреді. Мысалы, қазақстандық сағаттарды отандық бренд ретінде қалыптастырып, өндіріп жасап жатқан 19 жастағы өзіміздің қазақстандық жас кәсіпкер, мысалы тілімізге тиек етіп айтып өтетін болсақ. Жаңағы айтып жатырмыз ғой, білім оқымайтын адамға ештеңе қызық емес болса, расымен оған сылтау көп. Мәселен, менде мынау жоқ, мемлекет мынаны бермейді, мынаны істемейді деп жата беру мүмкін. Енді сен темесең, мен теме деу, ол әркімге болсын оңай ғой. Енді осы орайда ең құнды инвестиция ол білімге құйылған инвестиция. Сол себептен қазіргі таңда біздің мемлекетіміз білімге инвестицияны құйып жатыр, шетелге студенттерді жіберіп жатыр, болашақ бағдарламасымен, немесе қалтасы көтергендер өздері барып оқып келіп жатыр. Десе де, солардың арасында біздің Қазақстанға, яғни өзінің туған отанына қайтпай қалып жатқан жастарымыз көп. Олардың өкінішті әрине. Енді соған байланысты елбасымыз рухани жаңғыруды негізге алды ғой. Біздің ұлттық кодымызды сақтау, сол арқылы жастарды өзінің ұлтын, өзінің туған жерін сүюге итермелеу, яғни соған бағыттау кішкентай кезінен. Сол арқылы мәселен ертең болашақпен бір оқушы студент шетелге оқып келетін болса, ол қайтып келіп өзім үшін де емес, елім үшін де бір нәрсе жасайтындай болуы керек. Түсінеміз, мәселен Европада оларға айлықты көп төлеуі мүмкін, олардың білімін бағалауы мүмкін. Ол жағдай біздің Қазақстанда жасалмауы мүмкін оған. Бұл оған сылтау емес, жаңа айтқандай елге қызмет ету мінезден, ұлтқа қызмет ету мінезден. Сол себептен ол адам өзінің отанын сүйе отырып, өзінің туған жерін сүйе отырып, қайта оралып, осы елді мен сондай дәрежеге жеткізем деген кішкене болсын ниеті болу керек. Мидың ағылу процесі жүріп жатыр ғой, ақылды дарынды жастар шет тілін кереметтей меңгерген, мысалы кереметтей үлкен жетістікке жеткен жастарымыз өздерінің орнын батыстың фирмаларынан іздеп жатыр. Олар көп ақша төлейді. Өкінішке орай. Жағдай жасалған. Негізі болашақ бағдарламасымен оқыған студенттердің көбі неге келмей жатыр деген сұрақтың аясында жауап беретін болсақ, ол біріншіден әрбір жас маман оқып келген білімді, дарынды, білікті азамат өзінің ақыл ойының тәжірибесіне сүйене отырып, ол міндетті түрде өзінің еңбегінің параллель жаңағы бойынша қаражат алуды көздейді. Ол өте дұрыс деп ойлаймын. Яғни бұл жерде сұрақ туындайды. Жастардың айлығы өсіру қажет. Егер сіздің біліміңізге, деңгейіңізге айлығыңыз өте жақсы ыңғайластырып, сізді қуантатын болса, неге біздің өзіміздің Қазақстанда жұмыс жасамауға? Болады әрине жасауға. Демек, айлықты тең дәрежеде көтеру қажет. Өзінің еңбегіне қатысты бұны Назарбаевтың, елбасының өзі де көтерген болатын. Өзінің еңбегіне қарай айлығын жоғары дәрежеде төлеу деп оны да қарастырған. Және тағы бір айтып өтетін жағдай ол жастардың баспаналы болуы. Әрине мемлекет әрбір жасқа баспананы алуға мүмкіндік берсе, жеңіл пайызбен қарастырса, ол өзінің елінде тұрып
өзіне еліне қызмет етуге ол қолайлы деп ойлаймын. Бірақ айтып өтетін жағдай рухани жаңғыру деп неге біз алып келіп тіреміз? Өйткені елімізге біз қызмет етпесек, жастар кім қызмет етеді? Айтыңызшы, барлығымыз біліміміз өте жоғары бола тұра шетел асып, шетелге кетіп, шетелдің ең озық компанияларында өзімізді қызметке байлап қойсақ, біздің елімізде кім қалады деген сұрақ туындайды. Ахмет Байтұрсыновтың бір тамаша сөзі бар ғой: балам деген отаның болмаса, отаным деген балаң қайдан келеді деп. Ал енді шын мәнінде билік, отан сол жас адамдарға, жастарға не істеу керек? Қолдау керек, жағдай жасау керек. Оған мүмкіндігінше қажетті жұмыстарын барлығын беру керек. Жаңа Айнұр айтты ғой, әдемі айтты. Жастарға біздің баспана керек ең бірінші. Себебі ол жалдамалы пәтерде тұратын болса, жұмыс істегеннен кейін ол жұмысы, мәселен, айлығы 100 мың болса, оның 80 мыңын жаңағы пәтерақы қылып төлейтін болса келесі бір адамға, онда оның түк артында жиғаны, тергені болмайды. Ол рас. Ондай мемлекетте кімнің де болсын енді тұрғысы келмейтін анық қой. Өзінің жағдайы болмаса, ол елге шынайы сүйіспеншілікпен жұмыс жасай алмайды. Былайша айтқан кезде өзінің еңбегіне сай ақы алмайтын болса, сол себептен бұл мәселені шешкен дұрыс. Меніңше әрбір жасқа, яғни жас маманға жұмыс істегеннен кейін, яғни жұмысқа тұрғаннан кейін оларға үй-жай қарастырылу керек сияқты мемлекет тарапынан. Сонда ғана мәселен кімге де болсын, біреу саған жақсылық істесе, сен оны жақсылықпен қайтарғың келіп тұрады ғой өзі. Мен өзім ойлаймын, осы жастарға байланысты үлкен мегаполистерде бірінші кезекте жастардың үлкен бір қалашықтарын салу керек сияқты. Бір-екі бөлмелі пәтермен, бір бөлмелі, екі бөлмелі. Сіз тұрмысқа шықпасаңыз да бір бөлмелі пәтер алуға мүмкіндігіңіз бар ғой. Бір бөлмелі пәтер алып, ақырында оны төлеп, пәтер ақы төлегенше, сол пәтерді өзіңіз біртіндеп пайдаланасыз, иемденесіз. Немесе екі бөлмелі пәтер. Сондай бір-екі бөлмелі пәтерден көп үлкен қалашықтар салса, микрорайондар, шағын аудандар, біздің жастар мәселесін, ол жастардың үй мәселесін, жатақхана мәселесін шешуге біздің мемлекеттің әбден қабілеті келеді. Бірақ та өкінішке орай билік осы мәселені енді ғана қолға алып жатыр. Елбасы айтты ғой, 75 мыңдық жатақхана саламыз 5 жылдың ішінде деп. 75 мың деген ол аз дүние емес. Мысалы, бүкіл Абай атындағы педуниверситетте мен білем 10 мыңға жуық қана студенттер мен магистранттар бар. Ал енді осындай 7 университеттің толық балаларын жатақханамен қамтамасыз етуге 5 жылдың ішінде, ал болашақта оның барлығы қамтамасыз етіледі. Яғни мүмкіндіктер жеткілікті мемлекетте. Мәселе осы. Ал енді қазір ойлайсыздар, әрине жастар ауылда бар. Ауылда көп жастар бар. Оларда жұмыс жоқ, баратын жерлері шектеулі. Енді кейбір ауылдарда қазір мәдени үйлері, киноклубтар қайтадан салынып жатыр, бірақ та үлкен бір демалыс орын, салауатты өмір салтын, спорт клубтар ету деген спорт залдар барлығы жоқ. Мен бір ауылдан келдік қой, мысалы. Ауылда қазір ондайдың бәрі құрып кеткен. Мектептің спорт залы бар, соның өзі әрең өмір сүріп жатыр. Ал енді өкінішке орай мына бізде суицидалдық мінез құлық, өзін-өзі өмір қиып жүретін. Мынау мен жуырда ғана мындай мәліметтер таптым. 2017 жылы 654 бала жас өспірім өзіне қол салған. 2018 жылы 608 жас өспірім қол салған. Екі жылдың ішінде 1200 бала жастар өзін-өзі қол салған. Міне осы үлкен бір қауым. Тағы да бір мәселе, мынау көптеген жастар бізде мынау ішкілікке құмар. Өкінішке орай. Жеңіл жүрісті жастар көп. Жастардың арасында айырысу пайызы өте үлкен, жоғары. Қазақстан мысалы ажырасу бойынша әлемдегі 10 ең көп ажырасатын елдердің қатарында. Мен енді сіздерге мындай цифрлар айтайын. 2016 жылы 140 мың неке тіркелсе, соның 52 мыңы бұзылыпты. Яғни 36%. 2017 жылы 142 мың неке тіркелсе, соның 54 мыңы ажырасумен аяқталыпты. 38%. Ал 2018 жылы былтыр ғана 138 мың неке тіркелген екен, соның 55 мың ажырасумен аяқталған, яғни 39%. Бұның барлығы
үлкен ауытқу құбылыстар, девианттық құбылыстар. Міне осы жастар айырылысып жатқан жастар ғой негізінен. Негізі жаңа сіз айтып отқан өте бір трагедиялық жағдай ғой. Иә, Мәселен, жыл сайын ол көлем азаюдың орнына керісінше көбейіп бара жатыр. Бұл біріншіден біздің ұлтымызға яғни қауіп, ең үлкен қауіп. Және жаңағы жастардың өз-өзіне қол жұмсау, ол неден тууы мүмкін, оған не жетпеуі мүмкін деген сұрақтар ғой енді мазалайтын. Біз міне екі жасты шақырып отырған кезде хабарда міне осындай өзек жарды халыққа керек мәселелерді айтыңыздар. Ол барлығы жақсы деп жақсы мәселенің бәрін білеміз. Жақсыны мен де, сіздер де жақсы білесіздер. Халық та жақсыны жақсы біледі. Бірақ та шешілмеген мәселе қайда? Қандай мәселені шешуіміз керек? Қандай қиыншылықтар бар? Соны шешудің жолдары қандай? Міне сіздердің, міне болашақта сіздер біздің мемлекетті басқарасыздар. Болашақта сіздер бүкіл қазақты алдыға тартасыздар екеулеріңіз. Сіздердің құрдастарыңыз. Болашақта ұлттың тағдыры сіздердің қолдарыңызда болады. Сонда сіздер кемшіліктерді көрмесеңіздер, ол болмайды. Сондықтан бүгін осы мәселенің бір шешілмеген түйіні, күрделі жағдайларына назар аударыңыздар деп айтқым келеді сіздерге. Сөзіңізге қосыламын. Енді біз қараймыз қазір билік басында отырған кісілер енді біздің бастапқы үлгі алатын адамдарымыз ғой. Иә. Енді сол себептен олардың барлығы бірдей реформатор, бірақ барлығы бірдей энтузиаст емес, өкінішке орай. Әрине шындықтай айтылу керек десе де зарланып отырған ешкімге пайда бермейді. Керісінше біз оған жұмыстануымыз керек. Ол үшін біздің жастарымыз мықты болу керек. Ең басты негіз түп тамырымыз біздің мықты болу керек. Енді біз ежелден сол сөз ұстаған халықпыз ғой. Барлығымыздың бойымызда шешендік бар, барлығымыздың бойымызда кем дегенде бір өнер бар. Біз соны тек өзіміздің бойымызда ғана сақтамай, пайдалануымыз керек, нәтиже көрсетуіміз керек. Енді жаңағы мәселеге келетін болсақ, олар өз-өздеріне қол жұмсайды немесе ажырасып кетіп жатыр. Олардың барлығы өздеріне жағдай жасалмағандықтан деп білем. Себебі екі жас қарапайым жаңағыдай пәтер жалдап тұратын болса, олардың отбасында кереметтей береке болмайды ғой. Ол белгілі. Әрине енді бір үйлену оңай, үй болу қиын деп те жатады қазақ десе де, бірден үй болып бір 5 жыл, 6 жылдан кейін әлі үйің жоқ болса, енді ол былайша айтқан кезде кімнің де болсын санасын ауыр деп ойлаймын. Ол бір фактор. Бірақ та өкінішке орай екі тамаша жанұя пәтерлері бар, екі жанұядан қосылған қоңды отбасының үйлендірген балалары ажырасып жатыр ғой. Мәселе сонда. Оның да бір себебі бар ғой. Неге біздің бойымызда қандай кемшіліктер бар? Әлде эгоизміміз көп пе, әлде бір сәл-пәл сол семьялық бір қиыншылықтарға шыдай алмай қала ма жастар? Мына қиындықпен жеңу, қиындықпен күресу сапасы мүмкін жоқ шығар. Қалай ойлайсыздар? Бұл жерде бірінші, яғни жастардың қазір психологиясы әрине кеңес одағымен салыстырғанда әлде қайда әлсіздеу. Өйткені өзіңіз білесіз, кеңес одағы кезінде ата-анамыз айтып отыратын, міндетті түрде жаз айларында біздер көкөністер, жеміс-жидектерді теру бойынша біздерді жұмысқа жіберетін деп айтып отыратын. Яғни жастарды кеңес уақыты кезінде психологиялық жағынан еңбекке тәрбиелейтін. Ал қазір жастардың көбісі жасыратыны жоқ. Ұялы телефон, компьютерлер, яғни жасанды интеллектке тәуелді заман десек, артық емес. Сондықтан да мектептерде қазір осы жаз айларында оқушылардың тиімді пайдаланып, еңбекке жастайынан тәрбиелесе, бұндай мәселелердің алдын алуға болады деген ойдамын. Яғни прагматизм дейтін осы жерден туады. Бұл өзіңнің жаңағы құндылықтарыңды, еліңнің құндылықтарыңды біліп, оны үнемшілдікпен пайдалану, ысырапшылдыққа жол бермеу. Қазір өзіңіз білесіз, той жасайтын болса, міндетті түрде екі жақтың ата-анасы шығынға бататыны бұл жасырын емес. Сондықтан прагматизмді жақсылап тұрып қолға алсақ, үнемшілдікке, ысырапшылдыққа жол бермесек, мәдениеттің адамның жоғарылығы да осы ұстамдылықпенен қарапайымдылық және үнемшілдікке әкеліп тірейді. Сондықтан кеңес одағындағы көптеген тәжірибені жастармен жұмыс істеудің біз бүгін алуымыз керек. Сол мысалы құрылыс отрядтары, еңбек лагерлері, жастарды еңбек демалыстары, неге ауылға барып сол темекі жинамасқа, иә? Темекінің. Ол да ақша ол. Біріншіден сол немесе
ауыл шаруашылығында мал бағуымызға көмектеспеске, иә. Жер көлемі бойынша біздің жасырын емес, ұшса қанаты талатын 9-шы орында тұр еліміз. Яғни осы жерлердің барлығында жастардың игілігі үшін игеруге болады. Ауыл шаруашылығымен айналыстыруға, жастарды, яғни кәсіпкерлік, бұл бір жағынан елдің экономикасы дамиды, кәсіпкерлік, ал екінші жағынан жастардың еңбекке қабілеттілігі артып, жастайынан бала еңбек сүйгіш болып өседі. Бұл еңбек сүйгіш деген қасиет, бұл барлық жетістікке әкелетін кілт. Сондықтан жастар кішкентайынан еңбекке баулып өсуіміз қажет деп ойлаймын. Еңбек күлкі болу керек. Еңбек бірінші кезекке шығу керек. Еңбек тәрбиесі, бұл жастар саясатының маңызды бағыттарының бірі. Тағы да ойлаймын, мен өзім спорт күлкіге айлану керек. Жаңаға спортпен айланысатын азамат ол еш уақытта андай неге бармайды. Өзін-өзі ұстайды, ол басқарады. Өйткені ол күні бойы тер төгіп үйренді жетістікке жетуді. Мен соны өзім ойлаймын, еңбек спорттың культі болу керек. Салауатты өмір салтын ұстану үшін спорт жабдықтары, спорттық үйірмелердің барлығы, яғни қолжетімді болу керек. Әрбір қалашықта, егерде әрине мемлекеттің қаржылық жағдайы жетіп тұрса, спорттық орталықтар салынса, ол нұр үстіне нұр болады. Яғни өзіңіз білесіз, қылмыстық жағдайдың өзі осыған қарабақ азаятын еді. Жастар салауатты өмір салтына бейім болатын еді. Әр елді мекенде спорт кешендері салыну керек. Оған біздің жағдай жетеді, халықтың, Қазақстанның. Мәселе сол құнсыздықта болып тұр, биліктің құнсыздығында. Үлкен аудан орталықтарының барлығында спорт кешен болса, үлкен ауылдарда спорт кешендері болса, жанындағы кішкентай ауылдардан келіп қатынасып, сол спортқа қатысады ғой. Біздің енді тілімізге тиек болатын мына сөз ғой. Біз демократия дейміз. Оны біз үкіметтен күтеміз жоқ. Оны үкімет емес, оны халық ұйымдастыру керек. Демократияны құратын халық. Азаматтық қоғам институттары ғой. Әрине, сол себептен біздің халқымыз сауатты болса, ол жаңағы нәрсені талап ете алады. Талап ете алған жерде, талап бар жерде жұмыс та болады. Демек, жаңағы спорт кешені болсын, емхана, аурухана деп жатамыз. Жоқ, мектебі жоқ дейміз, балабақша жоқ дейміз. Оның барлығы жоқ деп отыру, ол жай ғана сөз. Оны біз талап ете алуымыз керек. Сонда ғана ол нәрселер болады, сонда ғана ол нәрселер шешімін табылады. Сол себептен құрайқа ештеңе шешпейді. Жаңа көп түкірсе көл болады дейді ғой. Барлығы бірігіп, мемлекетке хат жазсын, ол шешімін табатын нәрсе. Сол себептен осы бастан бастау керек. Және ажырасу жайына келетін болсақ, біз тең құқықты мемлекетпіз дейміз ғой. Әрине, тең құқықты мемлекет, біз сөз жоқ. Бұл жерде айтылатын мәселе ол адам құқықтары. Яғни екі жыныс иесі бір-бірімен тең, және оған бөлек барлық адамдар тең. Әрине, біз оған келісеміз. Десе де, бұны біз отбасылық өмірмен шатастырмауымыз керек. Отбасылық өмірде қазақ ежелден жаңағы рухани жаңғыруда да біздің өзіміздің ұлттық кодымызға сай деп айтайыншы, ұлттық кодымызға сай әйел адам ер адамның бетіне қарсы келмеген, оны бәріміз білеміз, оны жасырмаймыз. Ол сыйластықтың ең негізгі тетігі, ең негізгі деталі сол. Сол себептен сондай бір отбасыда ұйытқы болады. Ал енді қазіргі қыздар білеміз, өте бір шолжаң, ерке. Ондай қыздардың бір отбасының ұйытқысы болады деу, ол меніңше енді барлық қызға тіл тиіп кетпесін, әрине. Жақсы, керемет қыздарымыз да, ибалы, инабатты қыздарымыз да көп қой. Десе де, Айнұр сияқты. Десе де, жаңағыдайда кем тұстарымыз бар. Оны реттеуіміз керек. Ол отбасылық тәрбиеде ең басты фактор болу керек, меніңше. Оны біз қайтадан қалыптастыруымыз керек, сондай мектеп болу керек. Мәселен, бізде біздің университетімізде жалпы республика көлемінде мәңгілік ел идеясы. Мәңгілік ел идеясында біздің қыздарымыздың тәрбиесі, мәңгілік ел болу үшін, мәңгілік ұлт сақталу үшін біздің әрбір азаматымыз қандай болу керек? Яғни біздің әрбір республикамыздың әрбір азаматы бәсекеге қабілетті болу керек. Әркім тек қана өзінің жұмысын ойлап, тек өзінің қарабасы үшін, тек қарабасын күйттейтін болса, онда одан біз мәңгілік ел боламыз деп өте қиын. Ал біз сол жоспарды алдыға қойғаннан кейін сол үшін нәтиже шығаруымыз керек. Бізге құрайқа ештеңе бермейді, тағы да айтайын. Біз нәтижеге жұмыс жасауымыз керек. Және өзім дегенде өгіздей қара күшім бар дейді ғой. Ол да дұрыс шығар. Десе де, біз мемлекеттің де мүддесін ойлап қойғанымыз өте жөн. Міне, өте жақсы айтып отырсыздар. Міне, осындай еңбекке бауланған, дене күші мол, физикалық қабілеті өте мықты жас азаматтар отанын қорғауға дайын болады. Егер де біз
таңертең кешке дейін компьютерде отырып, таңертең кешке дейін кітап оқып, ғана отырып, ол жақсы ғой. Бірақ та ешқандай біз өзімізді мынау әлгі бір жалпы күш жағынан дайындамасақ, онда ертең отан қорғайтын жастар табылмай қалады ғой. Сондықтан біз стратегиялық ойлауымыз керек. Жаңағы еңбек тәрбиесі, салауатты өмір салты, Айнұр айтып отырған спорт кешендері, оналдың барлығы болашақта Қазақстан Республикасын сыртқы жаулардан қорғайтын азаматтарды дайындайды. Ешқандай да шовинистік көзқарасты ұстанатын немесе милитаристік бағыттағы ел емеспіз. Әрине сөз Біз жоқ. бейбітшілікті қалайтын елміз, тарихтан белгілі. Біз ешқандай елге өзіміз бірінші бастап соғысты ашпадық десек те, ол соғысты ашпау, соғыспаймыз деген нәрсе емес. Егер біздің шекарамызға қауіп төнетін болса, елді қорғайтын ұландар әрдайым болғаны жөн. Себебі ол ежелден біздің ата бабамыздың мұраты, мақсаты, андай үлкен кең байтақ жерді бізге сыйлады, ол бізге аманат. Дәл сондай жерді қорғап қалу бізге парыз. Жастарға үлкен біз ниет артамыз, үлкен сенім білдіреміз. Ал енді тағы да бір мәселе бар. Елдің барлығы жоғарғы білім ала бермейді ғой. Осы қажет емес. Мен өзім ойлаймын, мынау кәсіптік техникалық білім, мынау жұмысшылық мамандықтарды игеру, ол да қазақтың жастарына керек қой. Қалай ойлайсыздар? Әрине. Әлде бәріміз жоғарғы білім алып шығуымыз керек қой? Негізінен ол еңбекті талап етеді ғой. Еңбек күшін талап ететін мамандықтардың жұмысы, яғни жалақысы өте көп қой. Оны ескеруіміз керек. Және біздің қоғамдағы тағы бір мәселе, біздің кино жағы, анимациялық, бізге мықты аниматорлар керек. Жаңағы біз айтып жатырмыз, Оспан Батыр, Кейкі Мерген дейміз, Кенесары дейміз, бірақ оларды тек біз аттарын білеміз, заттарын білмейміз ғой, бұны айтқан кезде. Жас балалар білмейді ғой. Иә, білмейді оларды. Мәселен, қазір оларға не қызық, шетелдің кинолары қызық. Яғни бізде өзімізде қызықтыратын нәрсенің аздығы әрине біздің кем тұсымыз деп білем. Оны жөндеу керек. Сол себептен сол салада да мықты еңбек ететін азаматтар болса. Мәселен, Оспан Батыр жайлы кино түсіретін болсақ, қазақтардың рухына, шеттегі қазақтардың рухы бір көтеріліп қалатын еді. Оларды дәріптей алсақ, біз жеткілікті деңгейде жетесіне жеткізе алсақ, онда ол керемет болушы еді әрине. Сол себептен бізде дәріптеу аз, өзіміздікін өзімізге таныту аз. Біз ертең барып бір бизнес ашқан адамды емес, керісінше соларды дәріптеу арқылы жаңағыларды да шығара аламыз деген ойларыңызды қорытындылаңыз енді. Айнұр, ойыңды қорытындылай ғой. Әрине, қазақ кинематография саласы ол енді дамып келе жатқан сала ғой. Бұл кинематография саласында халықтың игілігіне, тәрбиесіне қызмет ету құралы ретінде де пайдалануға болады. Жастар тәрбиесіне. Көгілдір экраннан әрине өзіміздің тарихымызды көріп отырсақ, сонау қаншама зиялы қауымды осы елі үшін, жері үшін қасық қаны қалғанша білектің күшімен, найзаның ұшыменен елімізге тәуелсіздік алып берген арғы бабаларымызды көгілдір экраннан көріп отырсақ, осыны көріп отқан жас ұрпақтың бойында міндетті түрде патриоттық, ұлтына деген жанашырлық, сүйіспеншілік сезімдерінің оянатыны сөзсіз. Ақсұңқар. Енді жаңағы Авраам Линкольн айтады ғой, мен жақсылық істесем жақсы боламын, жамандық істесем жаман боламын, менің дінім осы дейді ғой. Енді әрбір қазақтың көкейіндегі ұран, яғни гуманист болу керек. Абай айтады ғой, адамзаттың бәрін сүй бауырым деп дейді. Әрбір адам, барлық күл адамзат баласын сүю үшін ең бірінші өзінің ұлтын сүю керек, өзінің жұртын сүю керек. Мәселен, қарайтын болсақ, кез келген ұлылар ең бірінші өз әдебиетімен сусындайды, өз мәдениетімен сусындайды, содан кейін барып басқаларға не істейді. Мәселен, қарапайым Байронның өзі ең бірінші ағылшын несінен бастады ғой енді. Кейіннен барып басқа діндерге қызықты деген секілді. Бізге де дәл сондай нәрсе керек. Яғни бірінші өзіміздікін жаңғыртып алмай, басқаны түсінем, басқаны ұғынам деу, ол меніңше қате пікір сияқты. Әрине, заманның көшінен қалуға да болмайды, ілесе жүру керек. Былайша айтқан кезде баланс сақтай алу керек екі жақты. Рахмет. Міне екі жас келіп бүгін қадірменді көрермендер 2019 жыл жастар жылы деген тақырыптың негізгі қағидаларын ашты ғой деп ойлаймын. Әрине бір хабардың шеңберінде бүкіл Қазақстан Республикасындағы жастар мәселесінің барлық аспектілерін ашып тастау тіптен мүмкін емес. Бірақ та негізгі жастар туралы ойлар айтылды ғой деп ойлаймын. Назар салып тыңдағандарыңызға үлкен рахмет. Хабарды жүргізген мен саяси ғылымдардың докторы профессор Сайын Молдағалиұлы. Екі жас Айнұр мен
Ақсұңқар, сіздерге үлкен рахмет айтам. Иә, болашақта елімізді басқаратын, халқымызды өрге тартатын үлкен азаматтар болыңыздар. Оқуларыңызды аман есен бітіріп, үлкен маман болуларыңызға шын жүректен тілектеспін. Екеулеріңізге де жақсылық, бақыт тілеймін үлкен ағаларың ретінде. Сау саламет болыңыздар, қадірменді көрермендер.